Бүгінгі үкімет отырысында ауыл шаруашылығы вице-министрі Ерлан Нысанбаев жер туралы жаңа заң жобасын таныстырды. Министр орынбасарының сөзінше, жобада былтыр жұмыс істеген жер комиссиясының қорытынды шешімі толық ескерілген. Нысанбаев үкімет алдындағы баяндамасында жерді шетелдіктерге беру-бермеу мәселесі жайында былай деді. Законопроектом предусматривается установление запрета на предоставление земельных участков, расположенных в пограничной полосе и пограничной зоне, иностранцам, лицам без гражданства, гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием. Үкімет отырысында сөз сөйлеген жер комиссиясының құқықтық сұрақтар бойынша топ жетекшісі Мұхтар Тайжан, жер тек Қазақстан азаматтарына ғана беріледі дейді. Жер тек қана Қазақстан азаматтарына беріледі. Егер фирмада қандай болса да, қандай үлес болса да, шетелдіктердің үлесі болса, бір ғана пайыз болса да, онда бұндай фирмаға жер жалға берілмейді. Парламент мәжілісінің экс-депутаты саясаткер Серікбай Әлібаев жер комиссиясының отырыстарына қатысқан. Ол жер комиссиясының жұмысына да, жаңа заң жобасына да күмәнмен қарайды. Бүгінгі билік қандай ұсыныс берсе де жер туралы, ол халықтың ойынан шықпайды. Оған мен сенім зор. Өйткені бір кісі президент айтқаннан олар шыға алмайды. Президент бәрінің үстінде отыр. Үкіметтің үстінде отыр, парламенттің үстінде отыр, соттың жүйесінің үстінде отыр. Сондықтан шешімді қабылдайтын бір-ақ кісі. Ал басқалары бәрі сол кісінің айтқанын ғана орындайды. Былтыр көктемде Қазақстанның бірқатар қалаларында жерді шетелдіктерге беруге қарсы наразылық шаралары өткен болатын. Халық толқуынан кейін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен жер комиссиясы құрылып, жер кодексінің 2 бабына 5 жылға мораторий жарияланған еді. Бүгінгі жер комиссиясының шешімі негізінде жасалған заң жобасы жер кодексіне өзгертулер мен толықтырулар енгізеді деп жоспарланған. Әзірге барлығы қанша бап, қанша тармақ өзгертілетіні анық емес. Таяу арада заң жобасы парламент мәжілісінің қарауына түспек. Мәди Бекмағамбет, Ержан Әмірхан, Тимур Айтмұхамбетов, Азаттық ТВ.